больницасында жатқанымда түс көріппін. Түсімде Мұхаммед Садықты көріппін. Сондай бір шатыр, енді ол дүниенің шатыры емес, өте үлкен. Кіріп құшақтастым, баяғы 37 жасында муфти болған сондай сақал шашы қап-қара, артық еті жоқ. Бұл асып кетті ғой, сақал шашы қара екен ғой деп қоямын. Абжаппар, Абсаттар қандай, Абдығаппар қандай, айтқаныңызды қыбатырма дейді. Айтқанымды қыбатыр, бәрі жақсы. Мұхаммед Садық аға, мен сізді шақырамадым. Тәңір берген өсті. Десем, сіз қымызды, қымыранды жақсы көретініңіз ғой. Сізге тапсаңыз қойғанмын. Жүріңіз десем, жоқ Абжаппар, мен сенен есепсіз разымын. Сенің маған қылған қызметінің есебі жоқ. Мен барамаймын. Сен қайт деді. Есік тұр, есікте екеуміз көрісіп тұрмыз. Есіктің арғы бетінде ол, бергі бетінде мен. Бұл дүние қасыры емес ол. Тұрсам, аяғым операция қылған жер сыздап жатыр. Мұхаммед Садық көп дуа қылдым. Мен Мұхаммед Садықтың жәрдемшісі болған емеспін. Мұхаммед Садық Орта Азия Қазақстанның муфтиына бір ай уақытынша муфти болды. Сол уақытынша муфти болғанда ол адамға оққағар керек болды. Сонда әрбір қала менің жігітім болады дегенде КГБ, Өзбекстанның КГБ-сі жігіттеріңді жиыңдар да сын қылыңдар, сол сында кім өте сол болсын деді. Мен оған қатысым жоқ, бірақ әскерде болған балалар қоймады, сіз қатыссаңызшы деді. Алла тағала сол Орта Азияда Алла тағала Мұхаммед Садыққа оқығар болуды маған нәсіп қылды. Өзбектің да, тәжіктің да, қырғыздың да менімен деген жігіттері тура келмеді. Бірақ салмағым 151 жарым келі. Үстімде көзін шекпен, басымда қазақы, тымақ. Сонда бір неде көл әңгіме ғой. Құшақтап тұрып, Әбжаппар, бауырым, сен менің қияметтік бауырымсың. Денені берген Құдай саған жүрексізді берген екен. Менің отбасым саған 24 сағат ашық деді. Алдыңда соның себебінен Абдымұталиптер отыр, сансызбайлар, Өзбекстанның барлық жері маған ашық болды. Жаңа айтқандай жүздеп қазақтың балдарын Өзбекстанға, Тәжікстанға барып оқытуға Алла мені қадырып қойды сол кезде. Сонымен көңілімде көп арман жүретін еді. Осы жерде Мұхаммед Садыққа бұл Орта Азия Қазақстанның ақырғы муфти еді. Және ондай ғалым шыққан жоқ әлі. Менің Қазақстанымнан, менің жұртымнан да Мұхаммед Садықтан мықты ғалымдар шықсын деген сондай бір жақсы арманда, жақсы ниетте осы Мұхаммед Садықтың атына осыны беріп отқаным сол. Және муфти Хазірет хабарласып 23 үйінде Орта Азия Қазақстан бойынша конференция болады. Соны қайырды қыламыз деді. Мен Абдығаппарға үлкен шатыр қылып жатырмын. Сол кезде бітеді, сода қылайық дедік. Абдығаппардың сол жыласы және бауырларымыздың бәріне ас сол 23 үйінде Орта Азия Қазақстан бойынша беріледі, Құда қаласа. Бұл енді мынау жаңа сұрап жатыр, бұл ас па, бұл Құдай ма деп. Бірден көрдіңіздер, бауырларымыздың бәрі кетіп қалды. Ең ақыры Убайда кетіп қалды. Бұл біз үшін өте үлкен бір қайғы қасірет болды. Бірақ біз Алла тағаланың не бергеніне разымыз. Не бергеніне разымыз. Көздер жылайды, жүректер езіледі. Бірақ тіл инна лиллахи ва инна илайхи раджиун деп дуа қылады. Альхамдулилля. Мынау бұнерде сөз көп адамға бере алмадық, уақыт аз, намаз болып қалды. Менің Ергеш деген жерім бар. Тұрсыншы, Ергеш бар ма жоқ па? Ергеш, мынау қазақтың нағыз азаматы. Осы медресеге барлық адамдар қарсы болғанда, осы медресенің сызбасының бәрін сызған осы адам. Жаңа Балтабайға да барлық ыстық батқан адам осы адам. Алла тағала өміріңізді ұзақ, рызқыңызды кең, мерейіңізді биік қылсын. Иншалла, хаж нәсіп қылатынымызда бірге хажға баруды Алла нәсіп қылсын. Бәріңізге рахмет, бәріңізге рахмет, машалла. Мен үшінші айт күні қылғанымды, осы жерде бір ас беремін дегенімді, көп адам неге бірде бермейсің деді. Бірі, екінші күнді халқымның өзіне бердім де, үшінші күні альхамдулилля сіздер шақырдым. Келгендеріңізге рахмет. تلك آيات الكتاب
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين Rabbim senin rahmetinden ümit kılıp bizden şakırganımızga labbay dep kelgen mınau konaklarımыздың kadamlarına hasanatlar ber. Üylerine bereketler ber. Otbasına hidayet ber. Ötkenlerimizde rahmetin al. Tirilerimizge hayırlı akibet ber. Осы bizge jardam bergen barlık Müslümanlardan iki dünya yüzlerin жарық kıl. Rabbim Kazakistanımızdan, bizden otbaslarımızdan Muhammed Sadık'tan mıқты ғалымдар шығуын, теңдессіз қарылар шығуын нәсіп қылдырған. Егеменді еліміздің еңсесін биік қыл. Егеменді еліміздің еңсесін иманы мен ынтымақпен биік қыл, Раббына Карим. Халқымыздың көк туын қияметке шейін желбірет. Allahümme salli ala Muhammed ve ala Ali Muhammed. Allahümme barik ala Muhammed ve ala Ali Muhammed. O Rabbana Karim. Sarıgaç oku ornun kıyametke şeyin alemde belirli oku ornunlardan birine yığıldır. Жылда мыңдаған ғалымдар, мыңдаған хафизлер әлемге танымал тұлғалар шығатын ең хайырлы мекеннің хайырлысы қыл. Осы Сарыағаш оқу орнына Раббым қанша мұсылмандар жәрдем беріп жатыр. Жәрдем бергендерге жәрдем бер, қуаттағандарды қуатта. Тосқынды қыбатқан, қымақшы болғандарды жермен-жексен қыл. Тосқынды қыбатқан, қымақшы болғандарды жермен-жексен қыл. Тосқынды қыбатқан, қымақшы болғандарды жермен-жексен қыл. Rabbana atina fid dunya hasana
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله أكبر.